Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Әмбебап қозғалтқыштар тұрақты көздермен қатар айнымалы тоқ көзінен де жұмыс істей алады. Олардың осы бірегей ерекшелігі көптеген айрықша қолдану салалары үшін оларды пайдалану басымдылығын береді. Әмбебап электр қозғалтқыш дегеніміз бұл айрықша түрде құрастырылған, біртіндеп қозатын тұрақты тоқтың қозғалтқышы, біртіндеп қозатын ықшамдалған қозғалтқышты қарастырып көрейік. Тұрақты тоқ көзіне қосқан кезде ол тұрақты тоқ қозғалтқышы ретінде жұмыс істейді. Коллектордың жарты сақиналарының арқасында шарғының оң және сол жақтары арқылы әрқашан бір бағытты тоқ ағады. Сондықтан айналдыру кезі де әрқашан бір тарапқа бағытталатындықтан роторда айналуы жалғастыра береді. Ал егер дәл осы қозғалтқыш айналмалы тоқ көзіне қосылатын болса, не болатынын көрейік. Индукторлық шарғы мен ротордың шарғысы біртіндеп қосылғандықтан, олардың бойымен әрқашан бір фазаның электр тоғы қозғалады. Бұл жағдайда сол және оң шарғылардағы тоқ ешқашан бір бағытты болмайтыны анық. Дегенмен тоқ бағытының өзгеруімен қатар, бір мезгілде олардың магнит өрістерінің полюстері ауысады. Өйткені қоздыру шарғысы мен ротор арқылы сол бір электр тоғы өтеді. Осы қарапайым тәсіл айналдыру кезінің әрқашан бір бағытта болуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде қандай жағдай орын алуы мүмкін екендігінің бірнеше нұсқаларына назар салыңыздар. Айналдыру кезі ротордың айналу жылдамдығы мен электр тоғының жиілігіне қарамастан әрқашан бір бағытта әрекет ететіндігі анық. Осының нәтижесінде ротор айнымалы тоқ көзінен қоректену кезінде де өз айналуын жалғастыра береді. Ал егер біртіндеп қозатын тұрақты тоқтың қарапайым қозғалтқышын айнымалы тоқ көзіне қосатын болсақ, онда ол қалыпты жұмыс жасамайды. Оған өзгерістер енгізу қажет болады. Айнымалы тоқ айнымалы магниттік өрісті құратындықтан, магнит өткізгіштегі құйындық тоқтарға кететін шығындар өте жоғары болады. Сол себепті әмбебап қозғалтқыштың статоры жұқа тілімдер жинағынан жасалу тиіс. Айнымалы тоқ көзіне жұмыс істеу кезінде трансформаторлық әсердің салдарынан электр қозғаушы күш пен қылшақтардың жанасуы кезінде үлкен ұшқын шашу пайда болады. Осыған байланысты әмбебап қозғалтқыштардың қылшақтары жоғары дәрежедегі кедергі жасау қабілетіне ие болулары тиіс. Әмбебап электр қозғалтқыштарының жұмыс істеу қағидасы туралы сіздер жалпы түрде жақсы түсінік алды деген сенімде.